Сәлем, достар. Бүгін мен сендерге екі доспен аю туралы ертегі айтып беремін. Bir күні екі дос орманда ойнап жүр екен. Сол кезінде алдынан бір дәу аю шығады. Сосын бір досы қорқып жүгіріп кетеді де ағашқа өрмелейді. Сол кезінде бір досы қорқып қалып қалады. Досына бір ой келеді. Сол кезінде мен бірақ демалмай жерге жатып қалсам, ол кетіп қалатын шығар дейді. Сол кезінде ол демалмай жерге жатып қалады. Аю оны өліп қалды деп ойлап иіскейді. Сол кезінде аю кетіп қалады. Досы ағаштан түсіп, «Ей, аю, құлағына шыңқылдады ғой» дейді. Сыбырлады ғой дейді. Не деп айтты дейді. Сол кезінде аю досын қиын жағдайда тастап кеткен үшін досының аулақ жүр дейді. Сол кезінде досы ойланып қалады. Демек, достарды енжітуге болмайды. Жалғыз қалдыруға болмайды. Қиын жағдайда тастауға болмайды.